Бәріңізге ассалаумағалейкум. Назарбаевтың мәртебесі Конституцияда бекітілмекші. Ол атазаңға тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы тұлға ретінде жазылмақ. Бұған қалай қарайсыз? Қай депутат Назарбаевтың атын атазаңға жазуға қарсы шықты? Ал елбасының ат аталса, министрлер неге үрке қашады? Бұрын ауыз-ауыздарына тимей мақтай жөнелетін шенділерге енді не көрінген? Әлемде бір ел конституциясын ойыншық қылып жіберген. Ол қай мемлекет болғаны? Өте қызық әрі таңғаларлық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Осы балама ем болса екен, шаршап кетміш, пәтерден пәтерге көше беріп, бес баламен пәтерде алмайды. Ешкім тұрғызбайды пәтерге. Балдары бар деп. Бізге көмек беріңіздерші. Қарындасым, сен арман ғой, айта қойшы. Ағамды жақсы көретін ба? Бұл тамақты жеген кезде біз адам тамақ жейміз ғой. Ал бұл балада адам тияқты жей алмайды деген шыны керек. Әтесі бұндай баланы көреді да, қашып жүрген шығар. Бұл баланы көріп, мейлі мынандай сау бала болса мейлі, өмір сүріп кетіп, жұмыс істеп, не істер ме? Бірақ мынандай баланы көрген кезде қашып кеткен екен. Анасын айту бойынша. Құрметті ағайын, мынау сұмдық қой, шыны керек. Құрбысты айналып өтіп кетпейік ағайын. Осы бала үшін және ана үшін, осылар үшін таптайшы, өкініш. Сіздерге сенеміз. Қазір министрлер арасында Назарбаев фобия пайда болғанға ұқсайды. Тілшілер оған қатысты сұрақ қойса болды, ат тонын ала қашады. Қараңызшы, Азаттық тілшісі тұңғыш президент заңы өзгеру керек пе деп сұрап еді. Оны туралы айта алмаймын. Мен инфрақұрылым және даму министрлігінің саясаткер ретінде министр мырза. Саясат емес, осы нақты жұмысты жасайықшы. Тұңғыш президент елбасы дейтін заң өзгеру керек пе? Мен комментарийсіз Әріптестер тақырыпқа қатысы жоқ сұрақтарыңызды қоймауларыңызды сұраймыз. Коллега правильно сказал, что давайте по теме начали ответим все вопросы. Естіп біліп отырған шығарсыздар, Қазақстанда конституциялық реформа жасалады. Назарбаевтың тарихи рөліне қатысты атазаңға тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы деп жазылмақшы. Зиялы қауым өкілдері осыған үзілді-кесілді қарсы болып жатыр. Мәселен, журналист Мұхтар Түменбай ағамыз әлем желідегі парақшасында бүй деді. Назарбаевтың мәртебесін атазаңда бекіту керек деген конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі жұмыс тобына айтарым. Әй сорлы немелер, тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған кім екенін айтайын ба сендерге? Оның негізін 86-ның қақаған аязында намысты қолдан бермейміз деп алаңға шыққан азаматтар, шет болған боздақтар, 90 жылдары елді жаппай жұмыстық жайлағанда Қытайдан көк дорба арқалап үйлерін асыраған апалар мен жеңгелер, сол кезде батысымыз бен шығыста есірген қазақтарға тойтарыс беріп, аузын жаптырған ерлер, Ақсайда құтырған түріктерді орнына қойған батырлар, унитарлық мемлекетке автономия талап еткен өзге ұлттарды тыныштандырған қазақтар, Жаңаөзенде құрбан болған арыстар, Назарбаевтың алдында елгенше түрмеде шіргенім артық деп қасқайып тұрған арондар, елдің елдігі сөгілмес үшін 30 жыл бойы бәріне төзіп, тәуелсіздік үшін неге болса да шыдаймыз деген қазақтар, жердің қазынасынан қағылса да елдік қасиетінен айырылмаған қазақ халқы, Назарбаев емес, міне осылар тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған. Мүлдем нақұрыс болмасаңдар, тым құрғанда солардан ұялмайсыңдар ма, деді журналист ағамыз. Білесіз бе, әлемде ата заңын қалағанша өзгертіп ойыншық қылған бір ел бар. Онда мемлекет басқарған басшылар жайлы миға сыймайтын дүниелер жазылған. Ол қай мемлекет? Мұны ақын журналист Дәурен Қуат ағамыздың әңгімесінен біле аласыз. Өте қызық, тыңдаңыз. Түркиядағы танысыма хабарластым. Түркия Республикасының конституциясында Мұстафа Кемал ата туралы арнайы бап бар ма? Жоқ, деді ол. Ішкі Қытайда Бейжіңде оқыған ағаларымнан сұрадым. Жұңго мемлекеті Қытай Халық Республикасының конституциясында Мау туралы бап бар ма? Жоқ. Содан өзімізге Өзбекстанға оралдым. Айтып-айтпай не керек? Ислам Акада өзін өзбектің әкесі есебінде білген адам еді ғой. Өзбекстан Республикасының конституциясы 1992 жылы 15 желтоқсанда қабылданған екен. Содан беріде бірер өзгерістер мен толықтырулар болыпты, бірақ Кәрімов туралы бап та жоқ, сап та жоқ.
Бұл үшеуінен көңілім қалып, Түркменбашы еліне тарттым. Сенгенім сеңсең бөріктілер еді. Олар да тауанымды жығып, талабымды қайтарды. Конституциясында Сапар Мұраттың да, Құрбанқұлдың да аты жөні ерекше аталмаған. Оны айтасыз. Президент Түркменстанның конституциясы мен Милли Кеңеш қабылдаған заңдарды бұзатын болса, оған сенімсіздік білдіріп, лауазымнан босатылады дегенде бап тұр. Билік басына мемлекеттік төңкеріс жасап күреспен келген таяу шығыс елдеріндегі әскери тұлғалар да өздеріне конституциядан бапандай бап сайлап әуре болмағанға ұқсайды. Бірақ іздене бердім. Іздеген жетер мұратқа деген іздендім, таптым. Жасасын халықтық демократиялық Солтүстік Корея Республикасы. Мүштегін қисық тістеп отырып, Сталин мен Молотов жасап берген Солтүстік Кореяның конституциясы 48 жылы 8 қыркүйектен бері қатарынан бірнеше рет 54, 55, 72, 92, 98, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2019 жылдары өзгертіліп, толықтырылыпты. Осы өзгертулерде Ким Чен Ирді мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы ретінде тану туралы, Ким Ир Сеннің қайтыс болғаны туралы және оны мәңгілік президент деп мойындау туралы, Ким Чен Ирдің биліктегі құзыретін арттыру туралы, содан кейін Ким Суандағы күн сарайынан жандары сая тапқан әкелі балалы Ким Ир Сен мен Ким Чен Ирдің жатқан жерін Корей халқы тәу ететін мәңгілік ғибадатхана ету туралы баптар кездеседі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Европаның отарынан азаттық алған Африка құрлығындағы елдерде өзінің тәуелсіз, бостан мемлекетін құруға ұмтылды. КСРО күйреген соң, одаққа мүше республикалардың бәрі дерлік заманауи мемлекет болып үлгерді. Біз де солардың қатарындамыз. Ерекше айта қаларлықтай ештеңеміз жоқ. Әйтсе де біз ерекшеленуді ерекше жақсы көреміз. Ендігі бағыт халықтық демократиялық Солтүстік Корея Республикасы. Соларды ерекше бір қарқынмен басып оссақ, аржағы мидай жазық. Әрине бұл әзілге, сарказмге толы жазба. Құдай бетін аулақ қылсын. Назарбаевқа ата заңда бат етіп тұрып, бап арнауға қарсы шыққан жалғыз депутат бар. Ол Ерлан Сайыров. Ол бұл пікірін әлем желдегі парақшасында жазды. Назарбаев туралы былай дейді: Уақыт өте көптеген келеңсіздіктерге жол берді. Жан ұясына ие бола алмай қалды. Халықтың экономикалық еншісін ат төбелінде топқа үлестіріп берді. Жеке басқа табынуға да жол берілді. Халыққа ойсырап жатқанда өзі, туыстары зәулім сарайлар салды. Бұл да анық дегеле, осы тұрғыда мен конституцияны адам есімі, адам факторынан ада жасау керек деп есептеймін, деді Ерлан Сайыров. Сөз соңында ол тура биде туған жоқ. Сондықтан еңбегі де зор, қателігі де терең, аз болмады. Тарих ол кісіге өзінің бағасын береді, деді. Қазіргі таңда ата заңда Назарбаевтың мәртебесін бекіптеуді талап етіп, петиция жарияланды. Оған билік мән бере ме, әлде айтқандарын істей ме? Уақыт көрсетеді. Сіз үшін білген дұрыс.